Сәлеметсіздер ме балалар, сабағымызды бастаймыз. Бөлім атауы көшпелілер мәдениеті. Сабақ тақырыбы көшпелілер салтанаты. Мақсаты фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Сіздерге ой түрткі ретінде мына суреттерді ұсынамын. Суреттерге қарап көшпелі тұрмысты айқындайтын детальдарды суреттей аласыз ба? Өз жауабыңызды берілген сөздермен салыстырып қараңыз. Төрттілік мал, керуен, киіз үй, жайлау, күздеу, кимешекті әже, көш салтанаты, көш көлігімен, мал түлігімен қызықты. Енді түсіндірмелі сөздікке назар аударайық. Фразеологизм орнын өзгертуге болмайтын тұрақты сөз тіркесі. Бірнеше сөздердің тіркесуінен жасалады. Барлығы бірігіп бір мағына береді. Мысалы, тайға таңба басқандай, анық, айқын дегенді білдіреді. Сөздердің эмоционалды мәні. Сөздердің қоршаған болмысқа адамның түрлі көңілін еліктіру мақсатында қолданылуы. Салтанат көркемдік мәтінде шерудегі жарасымдылық ұғымында қолданылады. Ендеше балалар, сіздердің назарларыңызға Ілияс Есенберлиннің көшпелілер романынан үзінді ұсынамын. Тыңдалым мәтінін назар салып тыңдаймыз. Көшпелілер салтанаты. Шілденің бас кезеді. Ош еті мен бош еті ат шаптырым күміс толқынды, ақ көлдің кең алқап жазира даласы ат бауырынан келген көк шалғынға бөленген. Көлдің солтүстік алқабында қонақтарға арнап ақ киізден басылған 12 қанат 300 үй тігілген. Іштері Самарқанд пен Бұқарадан 9 керуенмен тасылған қырмызы қызыл кілем, дүрия, торқа жібекпен тысталған мамық жастық, түбіт көрпелермен безенген. Алыстан көгілдір тар көрінген жасыл шалғында көк теңіз үстінде ұшқан ақ шағаладай, сүттей аппақ киіз үйлерді 3-тен, 4-тен қосарлап тіккен хан ордасы. Көлдің оңтүстік алқабында хан ордасына жақын уәзір жошы ұрпақтарының ақ шатырлары мен ақ боз үйлері. Әсіресе солардың ішінде ортадағы 12 қанат ақ боз үйдің басына ақ жалау орнатқан. Қатарлас тұрғызылған оюлы 4 киіз үй Жәнібек пен Керей сұлтандардың ордасы. Бұлар өзінің еңселі мүсіндерімен алыстан ақ ерекше көзге түседі. Ас басталғалы 7 күн болған. Алғашқы күні осы арадан көшкен ел көзді ашып жұмғанша жетер Арғынаты тауының ең шетіндегі Шойынды көлден жіберілген 300 сәйгүлік жүйріктен Әбілқайырдың тарлан көгі оқ бойындай осып келген. Атқа шапқан ханның 7 жасар немересі Шақ Будақ сұлтанның баласы Мұхаммед Шайбанидың өзі еді. Түйе жарыс, қатын күрес бәрі аяқталып, бүгін астың ең қызығы жыраулар айтысы басталған. Айтыс төрешісі 100-ден асқан ұлы жырау Асан Қайғы. Бас бәйгеге Қыпшақтың ұлы жырауы Қазтуға мен Арғынның ақиығы Сыпыра жыраудың ұрпағы Қотан Тайшы түспек болды. Енді оқушылар мәтін бойынша жұмыстарға көшелік. Бірінші тапсырма көркемдік галереясы әдісі. Мәтінді негізге ала отырып, галереяны толықтыр. Бұл жерде сіздер көркемдік танытатын сөздер тобын 2 абзацқа бөліп жазасыздар. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздерге берілген дескрипторды негізге алуға болады. Жазған жұмыстарыңызды тексеру парағымен тексеріп қараңыздар. Бірінші абзац. Ош еті мен бош еті ат шаптырым, кең алқап жазира дала, ақ шағаладай сүттей аппақ киіз үйлер, еңселі мүсіндер. Екінші абзац. Көзді ашып жұмғанша жетер, айтыс төрешісі 100-ден асқан ұлы жырау Арғынның ақиығы. Екінші тапсырма. Сәйкестендіру. Мәтіннен алынған сөздер мен сөз тіркестерін эмоционалды мәніне, көркемдік ерекшелігіне қарай сәйкестендіріңіз.
Сіздердің назарларыңызға екі баған берілген. Бірінші бағанда мәтін бойынша алынған сөздер мен сөз тіркестері, екінші бағанда эмоционалды мәні, көркемдік ерекшелігі берілген. Бұл тапсырманы орындау барысында да сіздерге берілген бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыз болады. Орындаған жұмыстарыңызды тексеру парағымен тексеріп көріңіздер. Бұл жерде оқ бойындай озып келген. Тарлан көктің жүйріктігін ерекшелеуге байланысты қолданылған фразалық тіркес. Көзді ашып жұмғанша жетер Арғынаты тауының ең шеті. Стильдік мақсатта қолданылған фразеологиялық сөз орамы. Жүзден асқан ұлы жырау, данышпандықты танытатын тіркес. Сүттей аппақ киіз үйлер, кеңдік пен көркемдікті таныту мақсатындағы сөз орамы. Сабағымызды қорытындылай келе, көп ойла, тез ойла әдісі арқылы мақалдар мен фразалық тіркестерді қолданып сөйлемдер құрауға дағдылан. Бұл тапсырманы орындау барысында да сіздерге берілген бағалау критерийі мен дескрипторды негізге алсаңыздар болады. Жағасы жайлау, төбесі қыстау. Сезімтал адамға айтылған фразалық тіркес. Көш көлігімен, мал түлігімен қызықты. Ош еті мен бош еті ат шаптырым. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.